Smile Kids. Көжектің стартабы. Оқыған Сырым Қашқабаев. Ертеде көжектің тоқаш пісіре алатын керемет бір қабілеті болыпты. Олар сондай тәтті, жұп-жұмсақ, тіл үйрер дәмді екен. Көжектің достары да әр дәмін татып көрген сайын таңдайларын қағып, дәл осындай тоқаштар үйдің жанында сатылса ғой шіркін деп айтатын. Осы сәтте көжекке керемет бір ой келеді. Ол өзінің тоқаш сататын дүкенін ашпақшы болады. Сонымен көжек жиған терген ақшасына көшенің қақ ортасынан кішкентай дүңгіршек ашады. Ішіне тоқаштарын әдемілеп көрсетіп қоятын шыны сөрелерді орналастырады. Сатып алушылар шаршағанын басып, демалу үшін үйінен арнайы үстел мен 2 орындық ала келеді. Және тәттілерін дайындайтын түрлі керек жарақты молынан сатып алады. Ал дүкеннің жоғарғы жағына көжек тоқаштары деп тақтайшаға жаздырып жарқыратып іліп қояды. Көжек дүкеннің ашылуына барлық достары мен көршілерін шақырды. Қонақтарын күтіп алу үшін тәрелкелерге өзі пісірген тоқаштарын қойып, шай ішетін кеселер әкеліп, шарлармен әрлеп, дүкенді безендіріп қойды. Көжек көптен күткен арманына қол жеткізіп, сүйікті ісімен айналысатынына бір қуанып, бір қобалжыды. Келген қонақтар түрлі салма қосып, әдемі безендірілген тәттілерден дәм татты. Көжекті бастамасымен құттықтап, тоқаштары тәтті болғандықтан табысы көп болатынын айтып, сәттілік тіледі. Бәрі тарқаған соң, көжек те дүкенді жиыстырып, ертесіне алғашқы әрі маңызды күн болғандықтан демалу үшін үйіне кетуге асығады. Көжек таң атпай дүкенге келіп, бар өнерін салып, жұмысын бастап кетті. Қарақат, бүлдірген, шоколад, қоюлатылған сүт қосып, түрлі тоқаштарды пісірді. Біреуінің үстіне раушан гүлін бейнелесе, кейбіреуін сүйкімді жануарлар пішінінде пісіріп, ал енді бірінің үстіне жарқыраған жұлдызшыларды сеуіп қойды. Мұнтаздай тап-таза дүкеннің ішінде дәмді тоқаштарын дайындап болған көжек өз ісіне өзі сүйсінді. Енді тек алғашқы сатып алушының келгенін асыға күтіп тұр. Сол сәтте көжектің анасының құрбысы Саулық әпке кірді. «О, Саулық әпкетай, көжектің тәттілер дүкеніне қош келдіңіз» деп алғашқы келушіні көжек қуана қарсы алды. «Сәлем көжек, күнің сәтті болсын. Ал, шаруаң қалай?» деді. «Бәрі жақсы, жұмыс істеуге дайынмын. Ал сіз дүкенімнің алғашқы келушісісіз» деді көжек қызарақтап. «Көжек, менің құрбым ауырып қалған екен. Кіріп шығайын деп едім. Үйден асығып шығамын деп ештеңе алмаппын. Құрбыма құрбол барсам ят емес пе? Көжектен құрбыма дәм татқызуға біраз тоқаш сұрайыншы деп сенің дүкеніңе келдім». «Көжек, сен әпкеңнің қолын бос қайтармайсың ғой, иә?» деді күлімсіреп. Көжек сасқанынан не айтарын білмей қалды. Ол алғашқы күннен ақ алғашқы сатып алушысынан осыны естимін деп ойламады. Сонда да ақ көңіл көжек Саулық әпкенің көңілін қайтармай 2 тоқашты тегін берді. «Міне, Саулық әпке, алыңыз. Жаңа піскен тоқаштарды құрбыңызға ала кетіңіз» деді көжек әдемі безендірілген қорапты ұсынып. «Ой, көжек, жақсылығың үшін көп-көп рахмет. Ал мен кетейін. Еңбегің жансын, сатып алушыларың көп болсын» деді Саулық әпке дүкеннен шығып бара жатып. Біраздан соң дүкенге көжектің ең жақын достары маймыл, жылан және ит келді. «О, міне біздің сиқыршы» деп маймыл дүкенге айғайлап кірді. «Тоқаштардың иесіне сәлем» деп жылан амандасты. «Сәлем достым» деді ит. Көжек алғашқы күні өзін қолдауға келген достарын көріп қатты қуанып кетті. Ол жұмысын жасап жатқанда достары әр нәрсені айтып талқылап жатты. Достары әңгімелесіп отырып, әрқайсысы бірнеше тоқаш жеді. Ол аздай кетер кезде ит тағы біреуін ала қашты. Олар тәттілер үшін рахмет айтып, әрі қарай өз жолдарымен кетті. Олардан кейін әмияның үйінде ұмытып кеткен бұқа ағай кіріп, шаймен бірге ішетін тоқаш алып кетті. Содан соң ұлы әжей келіп немересіне тоқаш сұрады. Тышқан мен тауық құрбылары да жай әңгімелесуге келіп, тоқаш жеп, күліп ойнап, өз жөндеріне кете барды. Кешке қарай дүкенге жылқы Атай келді.
Аманбысың, Көжек? Дүкеніңнің ашылуы құтты болсын. Кеше келе алмадым. Сен маған ренжіме, деп дүкен иесін сыпайы құттықтады. О, Жылқатай, қош келдіңіз. Рахмет, деді де Көжек Атайға қарай үстелді жақындатты. Сонау, көшенің соңынан сенің тоқаштарыңды сатып алайын деп арнайы келдім. Ауылдың бәрі оларды мақтайды. Үйде сенің тоқашыңмен бірге шай ішсем деймін, деді Жылқатай қалтасынан әмиянын алып жатып. Көжек болса қатты қуанып кетті. Жылқы ең соңында келсе де, ең алғашқы сатып алушысы еді. Ол Көжек арнайы пісірген тоқаштарды сатып алуға арнайы келген екен. Дүкендегі ең әдемі қорапты алып, сөреден тоқашты алайын десе, Көжекте ештеңе қалмапты. Тіпті ұнтағы да жоқ. Жылқатай, сіз мені кешіріңізші. Мен сізге тоқаштарды сата алмайды екем. Өйткені ештеңе қалмапты, деді Көжек мұңая. Ей, Көжек, сен неге мұңаясың? Бұл дегенің жақсы емес пе? Сенің тәттілерің шынында да керемет болғаны сондай. Бәрі тез сатып алған ғой, деп қуана жауап берді. Мәселе сонда болып тұр ғой. Мен негізі бірде-бір тоқаш сата алмадым, деп Көжек Атайға күні бойы болған мән жайды толық айтып береді. Мен сізге ыстық тоқаш дайындап беруші едім. Бірақ қант, сүт, жұмыртқа сияқты керектінің бәрі таусылып қалды. Мен оны бүгінгі табысымнан аламын деп ем, бірақ кассада ақша жоқ, деп Көжек одан бетер мұңая түсті. Жылқатай Көжекті бұл алғашқы күн ең қиын күн екенін айтып жұбатты. Бәрі жақсы болатынын айтып, қоштасып үйіне кетті. Көжек те дүкенді жинастырып үйіне қайтады. Келе жатып, ертең тоқашты неден пісіретінін білмей, жылап қоя берді. Ал Жылқатай болса, бүгін Көжектің дүкеніне келген әрбір ауылдасының үйіне кіріп, былай деді. Әй, Көжек, бар күш-жігерін жиып, өз ісін бастаған біздің досымыз. Тоқаш сататын дүңгіршекте Көжек жұмыс істеп, нәпақасын табады. Ол бар жиған тергеніне кәсібін ашты емес пе? Егер біз Көжекті сыйласақ, оған қолдау көрсетуіміз керек. Иә, тәттілер дүкенінің иесі біздің досымыз. Бірақ басқа сатып алушылар сияқты біз де әр жеген тоқаш үшін ақысын төлеуіміз керек. Әйтпесе, әр досына тегін дәм татқыза берсе, сатуға ештеңесі қалмайды ғой. Былай істейік. Оның бастамасын қолдап жіберейік. Ісі дөңгелене бастаған соң, өзі де жомарттық танытып, қолдағандарың үшін сендерге сыйға немесе арзандатып береді. Көжек келесі күні дүкенге келіп, не істерін білмей мұңайып отырады. Пісірейін десе, керекті азық-түлікті қайдан алмақ? Осы кезде дүкенге Саулық әпке 10 шақты жұмыртқасын ала келіп, сәттілік тілеп кетеді. Одан соң бұқа 5 литр сүтін көтеріп келеді. Ұлы әжей де құр келмей қант әкеп береді. Тышқан мен тауық болса тоқаштың бетіне себетін түрлі жалтырақтарды қорапқа салып әкеледі. Ал маймыл, ит және жылан сияқты жан достары 3 қап ұн әкеліп қуантады. Соңында қойма 1 аптаға жететін азық-түлікке толады. Көжек болса қолдау көрсеткен әрбіріне рахмет айтып, шығарып салып тұрады. Менің дүкенімнің есігі өздерің үшін әрқашан ашық. Кез келген уақытта келіп, дәм татып кете беріңдер, дейді. Ауылдың тұрғындары енді егер досы кәсіп бастаса, ақ көңілділігін пайдаланбай, керісінше шын жанашыр болып, қолдау керектігін біліп, өмірлік сабақ алды. Алғаш қадам жасау әрдайым қиын, бірақ жақындарың мен достарыңның арқасында жеңілдемек. Көжектің тәттілер дүкені көркейе түсті. Ол жерде әрқашан жаңа піскен дәмді тоқаштар, тұрақты келушілер және өмірге ғашық наубайшы Көжек болатын.